Bu yıl köktemde üstümüzdeki жылы 93 yaşında Қазақтың үлкен Абыз Ақсақал дүниеден өтті. Ол кісінің аты жөні Жағда Бабалық ұлы деп аталады. Негізгі туған жері Шығыс Түркістан, Тарбатай аймағы. Шинжаң деп жүрміз ғой, сол жақта туып өскен. Көп қызметтер атқарған, ұлт азаттық күресіне қатысқан, ұлттық армияның командир үлкен офицерлерінің бірі, полковник шенінде не дейін өскен, азаттық үшін алысқан адам, қан төккен адам. Соның кейін үлкен қызметтерде болды. Өлкөлік өкіметтің мүшесі болды. Тарбатай аймағының уәли дейді, губернаторы болды. Соның кейін Іледегі бүкіл Іле Қазақ автономия облысы дейді, соның төрағасы. Содан кейін қалған өмірі соңғы өмірдің жартысы Қазақстан кетті. Ал енді бұл кісінің артында мәселе атқарған қызмет өз алдына көп мұра қалды, көп мәдени мұра қалды. Бұл кісі үлкен қызмет істей жүріп, өзі қазақтың көшпенділер ауылында туып өскен кісі. Сол қазақтың тұрмысын, салтын зерттеп, бұл кісі блокнотқа қойын дәптеріне түсіре берген ғой. Бұл кісінде көп қолжазбалар, өзімде танысып отырмын көбімен. Көп әңгімелескен, бірге жүрген адам. Мен бала кезден білем, өзімнің бала кезімнен. Біз гимназияда Чәуешекте оқып жүрген кезде, Жағда Бабалықов Чәуешек уәлаятының уәлиі отырды. Енді қазір 90 жылдығы, осыдан 3 жыл бұрын 90 жылдығы өзім көз тірісінде атап өткенбіз. Мен сол жиналысты баяндама жасағам. Мақала жаздым, күреспен өткен ғұмыр деп, егеменді Қазақстанға басылған. Ал енді қазір қолғанып жатыр Жағда Бабалықтың мұрасы. Осы этнограф ретінде өзінің жазған шығармаларында кітаптар бар. Қыран құстар деген кітабы, қазақтың 4 түрік малдың емдеу тәсілдері деген кітаптары, тағы басқа көп этнографиялық мақалалар, газет журналдарда көп жарияланды. Ал енді үлкен бір басы құралып қалған еңбек, мына қазақтың көрнекті ақыны Қасымхан Бегман соңғы 3 жылда көзінің тірісінде осы Жәкеңменен зердесіп отырып, әңгімелесіп, үлкен бір томдыққа жететін сұхбат жүргізген екен. Сол сұхбат жеке кітап болып басылып шықты. Көп материал сол кітаптарда жинақталған. Жәкең өзі 93-ке келгенше сарайы сайрап тұрған, ақыл есі ешбір кеммеген сондай адам еді. Сол сұрақтарға өте даналықпен, дұрыс дәл жауап беріп отырған, мен кітапты қарап шықтым. Осында бүкіл Жағданың өмір баяны, істеген қызметтері, этнографиялық және қазақтың тұрмыс салтына байланысты көп пікірлері бар дейсіз. Сол кітапта жинақталған. Жағда атамыздың мұрасын бір-екі кітаппен зерттеу қойып шектелу мүмкін? Онымен енді Жағданың мұрасы зерттеліп бітті деп olur, енді басталды. Жағданың артында қалған мұраларын бұдан кейін жастар, жас этнографтар, тарихшылар, журналистер енді қолға алады деп ойлаймын. Бұдан кейін Жәкеңнің соңында қалған архивке тапсырыпты көп мұраларын. Осы мына кітапхананың архивінде, Қазақстанның мемлекеттік архивінде бұл кісінің көп мұралары қалды, өз үйінде деген сияқты. Осыларды зерттеу керек. Рахмет. Өткізген отырмыз. Енді Жағда ағамыздың
Қысқаша ғана өмірбаянына көз жүгіртетін болсақ, ол кісі өзінің өмір жолында қаншалықты қиындықтау кезеңін өткізгенін көреміз. Ол басынан кешкен барлық қиындықтардың бәрі тек қана өзінің халық үшін, қазақ халқының мынау мәдениеті, тарихы, соның болашағы үшін сондай қиындықтарды көріп отырмыз. Ол кісінің енді артында үлкен мұрасы қалды. Негізгі мақсатымыз әсіресе мынау кітапханалардың, ол кітапхананың негізгі мақсаты осындай ұлы ағамыздың артында алған мұрасын толығымен жинап, оны баспадан шығарып, мынау артта келе жатқан жастарға, жалпы оқырман қауымға толығымен жеткізу көзделген. Ассалаумағалейкум, қадірлі ағалар, замандастар, қарындастар. Жағда бабалықып, рухын қадірлеп, сол кісінің рухына тазым ету үшін, ол кісіні еске алу үшін, мынау еліміз Қасымхан Бегманның қызметін елеп ескеріп, соған рахмет айту үшін баршамызды жүрге жиналып отырмыз.